бізде енді табан аста Садәулет тынышталамыз. Табан аста Нұржан сезімін білдірді Аидаға. Және де сол сезімге я деген жауап алып танысып көрейік деп қана қазіргі таңда танысып жатқан жай бар. Аида, тыңдап тұрмын. Бауыржан мырза, Бауаса ханым, мен бір Нұржанға айтып кеткім келіп тұрды. Енді мына жақта қатысушылар айтты екен деп, бір көрермендер айтты екен, қолдаушылар айтты екен деп, просто сезімді бір ойыншық қылмасаң екен деймін да. Өйткені ол жақта бір естермен таныс болған, ол жақта менде и соңында сонда бір әрекеттер болғаннан кейін мен сол себепті де айтқан болатын, іште мен таныстық құрмаймын деп айтқан болатын. И қазіргі менің я деген сөзімді бір қадірсіз қылмаса екен деймін. Мен айта кетсем бола ма? Мен айта салайыншы. Қалай екен Нұржанның? Былай ғой, іштегі таныстықтарын көрдік, қалай қиналғанын көрдік бұл қыздың. Енді мен тағы да айтамын, мен қыздың сезімімен ойнайтын адам емеспін. Мен сені көріп жүрмін ғой, жылап қаласың, не істеп қаласың, ондай көз жасыңды мен көргім келмейді. Сол үшін сенің көз жасыңды бір көрмеу үшін бір өзіңмен жақсы танысып, кішкене жүзіңе күлкі ұялатқым келді. Сол үшін мен сені таныстыққа ұсыныс тастап отырмын. Тамаша.